Қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге өте жұмсақ және нәзік болып шығатын пахлаваны жасайтын боламыз. Ең алдыменен осылай айранымызға жарты шай қасықта содамызды салып, осылай көпіршітіп қоятын боламыз. Ол өзі реакцияға түсіп көпіршігеннен кейін қойып қоямыз. Енді бізге електен өткізілген ұнымызға сары майымызды салып, бөлме температурасында еріп тұрғаны дұрыс. Осылай қолымызбенен жақсылап араластырып аламыз, сосын барлық сұйықтықтарымызды қосып, қамыр илеп аламыз. Қамырымыз осылай жұмсақ болып дайын болды. Енді бұны целлофанға салып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз енді. Салмасы үшін бізге осындай грек жаңғағы болады. Майдалап аламыз оны. Блендерден өткізіп, және де қант қосамыз. Оны жақсылап араластырып, жұмыртқаның ағын салып, жұмыртқаның ағын қаласаңыздар көпіршітіп жіберіп араластырсаңыздар да болады. Енді бізге осындай ыдыс қажет болады. 26 немесе 28 диаметрлік ыдыста дайындасаңыздар болады. Немесе қамырларыңыздың көлемін көбейтіп, үлкендеу тапаларға дайындап пісірсеңіздер болады. Қамырымызды осылай 3 бөлікке бөліп алдық. Ең астыңғы бөлігін осылай үлкендеу етіп аламыз. Оның барлығын томалақтап алып, жайып шығып, кезекпенен салып отырамыз. Ең астыңғы бөлікте қамырымызды осылай жайып алып, шет-шеттерін шығарыңқырап, жайғастырып аламыз. Салмамызды екіге бөліп, осылай жайғастырамыз. Оны тегістеп жайып шығып, келесі қамырларымызды жайып, дәл осылай қайталап шығамыз.
Қамырымыздың шеттерін осылай жинақтап әдемілеп шықсаңыздар болады. Енді пахлавамыздың бетіне жұмыртқамызды жағып, оны қалаған формаларыңызда бетін кесіп, бетіне үлкен жаңға бөліктерін қойып шығамыз. Пешіңіздің градусын өздеріңіз таңдап, қызартып, осылай пісіріп аламыз. Ыстықтай кезінде бетіне әсел жақсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.